Бүгін біз сіздермен екінші параны оқыдық. Жалпы екінші пара Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла тағаланың жүзіңді қыблаға бұр деген аяттармен басталады. Алдын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бастапқыда Әл-Ақсаға қарап намаз оқыған, кейін жүзіңді Меккедегі Каабаға қыблаға бұр деген аят түскеннен кейін мұсылмандардың қыбласы ауысқан, яғни Кааба болып бекітілген. Алла тағала сол аяттармен бастайды. Одан кейін иман келтіргендер намазбен, сабырлықпен Алладан жәрдем сұраңдар деген жақсы сондай аяттары бар. Алла сабыр етушілермен бірге, біз сендерді кейде аштықпен, араларыңнан бір жақын туысқандарыңның кетуімен, кейде дүние мал мүліктеріңнің кемуімен сынаймыз. Сабыр етушілерді өзің сүйіншіле. Сабыр етушілер сондай адамдар, егер бастарына қиыншылық түсетін болса, біз Алланың кіміз және Аллаға қайтушымыз деп айтады. Міне соларға Алланың мейірімі, рахымы бар деп Алла тағала сабыр етушілерді сүйіншілейді. Одан кейінгі аяттарда Алла тағала жалпы қажылық мәселесін, бұл жерде қажылықтағы Сафа Маруаның арасында жүгіру мәселесін айтып кеткен. Тәубе, кімде кім тәубе ететін болса, алдын бір нәрсені бүлдірген болса, бұзған болса, сол қанша зиян келтірген болса, соның орнын түзету керектігін, егер біреулерді адастырған болса, өзі адасып жүріп, онда өзінің адасқандығын, тәубе еткендігін баян ету керектігін осы аяттарда айтып кетеді. Одан кейін Алла тағала осы екінші парада иман келтіргендер, адамдар, біз берген рызықтың халалын жеңдер, шайтанның артынан ермеңдер деген мұсылмандарға үндеу, яғни бұйрық аяттарын түсірген. Және сондай-ақ Алла тағала осы екінші парада Рамазан айында оразаның парыз болғандығын айтады. Я аyyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal-ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Алдыңғыларға парыз етілгенде сендерге де ораза парыз етілді деп Алла тағала осы аяттарда оразаның үкімін бізге баяндап кетеді. Түнде жеуге, ішуге, бағанағы жұбайлармен жақындасуға рұқсат етіледі деп Алла тағала Рамазанның түнінде ненің рұқсат етілетіндігін бізге айтып кетеді. Және одан кейін жалпы қажылық мәселелері, яғни жалпы екінші парада осындай біраз Алла тағала бізге біздің бақытымызға қажет болған дүниелерді баяндаған, арақтың зиян екендігі, және сондай-ақ осы аяттың соңғы жақтарында талақ мәселесі, талақ деген өте күрделі мәселе екендігін, талақ ойнап, ерігіп айтыла бермейтін дүние екендігін Алла тағала осы аяттарда бізге айтып кеткен. Талақ 3 мәрте екендігін, жеке-жеке берілетіндігін, кейде бізде бауырларымыз ашуланып бірден 3 талақ айтып, сөйтіп мешітке басы қатып келіп жатады, бірден 3 талақ айтып қойдым деп. Жалпы дінімізде талақ деген бұл проблеманы шешу үшін берілген нәрсе, басқа проблема тауып алу үшін емес. Сол үшін адам үйленгеннен кейін егер арасы жараспай жатса, сол жарастыратын, отбасылық өмірді түзететін барлық жолын қарастыру керек. Еш нәрсе көмектеспей жатса, сол кезде соңында ойланып отырып, ашуланбастан ойланып отырып, соңғы шешім ретінде онда да бір талақ айту керек. Неге? Өйткені бір талақтан кейін қайта жарасуға мүмкіндік бар. Жараспай, әлгі Алла тағала өз жарасуға қайта берген уақыт бар. Сол уақыттың ішінде жараспай некенің күші жойылып жатса, қайтадан некені жаңалауға мүмкіндік бар. Өйткені кейде адамдар ажырасып кетіп, одан кейін қайтадан қосылып жатады. Сол кезде мүмкіндік болу үшін 3 талақ бермеу керек. Егер 3 талақ беретін болса, міне Алла тағала 230 аятта, бүгін оқыған 230 аятта айтады. 3-ші мәрте талақ беретін болса, онда басқа біреуге тұрмысқа шықпайынша өзінің күйеуіне адал болмайды деп Алла тағала бізге бұны да айтып кетеді. Және сондай-ақ келесі бетте Алла тағала емізу мәселесінде қозғап кеткен бұл жерде, және абзалы
2 жыл емізу дейді. Абзалы 2 жыл емізу дейді. Яғни балаңызды егер толық осы Алла тағала Құранда көрсеткендей емізгіңіз келсе, анасы, онда 2 жыл емізген абзал болады. Және осы жерде айта кету керек болған тағы бір нәрсе, қайсы бір баланы бір емізіп жүрген әйел кісі өзінің баласынан басқа бір бөтен баланы емізетін болса, осы 2 жасқа дейін, енді хижримен айтатын болсақ, 2,5 жасқа барады. Жалпы біздің мазхабта 2,5 жас дейді, басқаларда 2 жас дейді. Сол уақытта емізетін болса, оның сүт анасына айналады. Сүт анасына айналады. Және мен өзім адамдарға кеңес ретінде айтатын дүнием, бізде туысқандық қарым-қатынас басқа көптеген халықтарға қарағанда кеңірек. Бізде мысалы бағанағы өзінің әкесінің ағасы дейміз ғой, енді көкесі соның қыздарында өзінің қарындасы ретінде қарайды. Әлгі қарындасым дейді, орысшалап оны двоюродный деп жатады. Енді бізде қазақ халқында ешқашан жақын туысқандардан қыз алмайды, үйленбейді. Ал басқа халықтарда бұл нәрсе практикада бар. Енді ол қарындас ретінде араласу үшін не істеу керек? Шариғат тұрғысынан қарайтын болсаңыз, ол махрам емес, үйленуіне болады. Ондай кезде, кішкентай кезде сол аналары сол бір-бірінің балаларын емізіп қоятын болса, онда сүт бауыр ретінде, сүт қарындас, сүт әпке ретінде, сүт аға ретінде араласа береді, ол махрам болып есептеледі. Мысалы 2 нәресте бір анадан еметін болса, ол екеуі бір-біріне сүт бауыр болады. Сүт бауырлардың арасында неке жүрмейді, махрам болады. Осы мәселенде практикада қолдансақ, көптеген біздегі мәселені шешереді. Өйткені шариғат бойынша кімге үйленуге болатын болса, онымен мысалы қол берісіп амандасуға болмайды, онымен бет сүйісіп амандасуға болмайды. Бізде енді оны қарындасым деп, туысқаным деп бетін сүйіп амандасып жатады, оған қарындас ретінде қарайды. А шариғатта ол қарап отыратын болса махрам емес. Сондай кезде мәселені осылай шешкен дұрыс болады деп өзім ойлаймын. Аллаху алям, Алла жақсырақ білуші. Және Алла тағала мынау соңғы аяттардың бірінде хафизу аля салауати уас салатил уста, намаздарыңа бекем болыңдар. Және әсіресе ортаңғы намазға дейді. Енді ортаңғы намаз қайсы намаз дегенге қатысты әртүрлі көзқарас бар, бірақ негізгі көзқарас бұл екінті намазы. Екінті намазына бекем болыңдар дейді. Бір хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім екінті намазын былай үзірсіз қаза қылатын болса, оның амалдары күйіп кетеді деп мәселенің қаншалықты күрделі екендігін айтқан. Және сондай-ақ Алла тағала осы бүгін біз оқыған аяттарда Аллаға көркем қарыз беруге шақырады. Аллаға қарыз беру деген сөздің мағынасы не? Біз жалпы өмірде біреуге қарыз беретін болсақ, 10%-пен беру харам болып есептеледі. Харам болып есептеледі. Неге? Өйткені қарызға ақша бердіңіз ба, сол қарызға берілген ақшаңызды қайтарып алуыңыз керек. Ал енді Аллаға қарыз берген кезде ғұламаларымыз осы бір енді бұны адамдарға қызық болу үшін айтады. Алламен арадағы мәміледе процент, Аллаға қарыз берген кезде процент халал дейді. Аллаға қарыз беру деген қалай? Яғни Алла жолында сіз дүние мал мүлік жұмсайтын болсаңыз, мысалы сіз 1000 теңге жұмсасаңыз, Алла тағала сізге оны кемінде 10.000 теңге етіп 700 есеге дейін көбейтеді деп хадистерде келеді, сізге еселеп береді. Былайша айтқанда сіз жұмсаған дүниеңізді процентімен қайтарып алып жатырсыз. Бірақ Алламен арадағы мәміледе Аллаға қарыз берген кезде процент халал деп ғұламаларымыз осылай айтады. Өйткені Алла тағала сізге берген 1 теңгеңізді 10 теңге етіп қайтарады. 10.000-ыңызды 100.000 етіп қайтарады. 1000-ыңызды 10.000 етіп қайтарады. Және бұл ең азы. Енді қаншалықты ықыласпен бердіңіз, қаншалықты шынайылық болды, соған байланысты ары қарай тағы да сауабы еселей береді екен. Хадисте кімде-кім бір жақсы сауапты амал істейтін болса, Алла тағала оған 10 сауап жазады, 700 есеге дейін оны тағы да көбейтеді деді. Осы аяттарда Алла субханаху тағала бізге Аллаға кімде-кім көркем қарыз беретін болса, міне мәнзәлләзи юқридуллаха қардан хасана. Кім Аллаға көркем қарыз берсе, файюдаифаху лаху адафан касира. Алла тағала оған оны еселеп қайтарады деді.
алла тағала еселеп қайтарады. Және соңғы аяттарда алла тағала Дауд алейхиссаламның оқиғасын бізге баяндап береді. Талутпен бірге екеуі соғысқа шығып, екеуі бірге Жалутқа қарсы соғысады. Сол соғыста Дауд алейхиссалам көзге түседі, сөйтіп Жалутты өлтіреді. Осы жерде жалпы дұға бар, мынау Раббана африғ алейна сабра. Енді ең жақсы дұға бұл Құрандағы дұғалар ғой. Алла тағала мына жерде бізге сол дұғаны үйретіп жатыр. Раббана африғ алейна сабра. О Алла, бізге сабырлық бер. Ва саббит ақдамана, аяқтарымызды нық ет. Яғни бұл жерде жүрегімізді орнықтыр деген мағынада. Уансурна аля қаумил кафирин, дін дұшпандарына қарсы бізге жәрдем бер деген осындай аяттар бар. Бұл бүгін сіздермен оқып шыққан аяттарымыз.